Мен Қайратқызы Мөлдір, 2021 жылғы колледж түлегімін. Қазіргі таңда 31 жалпы орта білім беретін мектепте бастауыш сынып мұғалімі қызметін атқарамын. Сапалы білім мен өнегелі тәрбие үшін колледж ұстаздарына алғысым шексіз. Меня зовут Ермек, я являюсь руководителем направления развития эквайринга, работаю в банке «Центр Кредит», являюсь выпускником колледжа. Колледж дал мне большой багаж знаний, которые я использую в своей трудовой деятельности и которые помог мне достичь таких успехов. На данный момент в нашем банке и во всех финансовых организациях очень много наших выпускников колледжа, поэтому я очень рад, что обучался в данном колледже и то, что могу использовать все свои знания, навыки, опыт в своей трудовой деятельности. Меня зовут Айджанова Диана, я учусь по специальности дошкольное обучение и воспитание. Быть воспитателем – это для меня не просто профессия, это что-то большее. Сколько себя помню, я всегда любила детей и мечтала быть воспитателем. Дети – это замечательные люди, они всегда готовы делиться с тобой нежностью и любовью. Самое главное, чтобы воспитатель действительно любил детей. Тогда заниматься с детьми станет для него одним удовольствием. Поступайте в электронный колледж имени Жакеи Тяженосова. Қымбатты талапкер, сіздерді Жақия Шайжүнісов атындағы электронды колледжге білім алуға шақырамыз. Біздің колледж 9 және 11 сынып түлектерін келесі біліктіліктер бойынша даярлайды. Несие агенті, банктік операциялары жөніндегі менеджер, бухгалтер, кассир, мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджер, мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының тәрбиешісі, бастауыш білім беру мұғалімі, шет тілінен бастауыш білім беру мұғалімі. Колледж 1904 жылы іргетасы қаланған тарихи ғимаратта орналасқан. Студенттік өмір бұл сабақ пен дәрісхана емес. Әр студент өз қалауы бойынша колледждің қоғамдық, спорттық өміріне қатысуына болады. Бұл спорттық секциялар, үйірмелер, сайыс, байқаулар, олимпиадалар мен жарыстар. Колледж кітапханасы қажетті әдебиеттермен жабдықталған. Сонымен бірге барлық пәндер электронды оқулықтар репетитор модулінде орналасқан. Біліммен бірге студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыруда колледжде Жақия Шайжүнісов шыңын бағындырушылар мектебі жұмыс жасайды. Оқуда озат, көшбасшылық қасиеттері бойына сіңірген мектеп тыңдаушылары өзін-өзі басқару, конференциялар, байқаулар, шығармашылық кештер мен кездесулер ұйымдастырады. Колледжде қыздарға арналған сырғалым және ұлдарға арналған дарабоз клубтары жұмыс жасайды. Сырғалым клубының мақсаты қыздарды қоғамдық ортаға бейімдеп, білім және ғылым үйрету арқылы қазіргі заманға сай іскер әйел қабілетін қалыптастыру. Сөйлеу мәдениеті мен мәнерін түзеп, сұлулықтың сырын, құпиясын үйрету болса, дарабоз клубы ер балаларды елінің нағыз патриоты, сын сағаттарда сынбайтын, шымырда, шыныққан азаматтар тәрбиелеу болып табылады. Мамандықтар таңдау бұл адам өміріндегі ең жауапты қадам. Өйткені бұдан әрі қарай сіздің тағдырыңыз таңдаған кәсібіңізге байланысты болмақ. Дұрыс таңдалған мамандық сіздің өміріңізге сәттілік пен жетістік әкеледі. Егер сіз ертеңгі күніңізге сенімді болғыңыз келсе, егер еңбек нарығында қажетті маман болғыңыз келсе, егер студенттік өмірдің қызықты сәттерін армандасаңыз, көп ойланбай Жақия Шайжүнісов атындағы электронды колледжге оқуға түсіңіз.